Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін үй жағдайында фунчоза салатын дайындаймын. Қарапайым әрі өте оңай дайындалатын салатты сіздер де дайындап көріңіздер. Ең бірінші етті ұзыншалап турап аламын. Табаға май құйып, етті салып қызарғанша қуырып аламын. Соя соусын құйып араластырамын. Қалауыңша тұз салып, су құйып, қақпағын жауып, етіміз жұмсарғанша пісіремін. Сәбізді карри салатына арналған тюркіден ұзыншалап өткізіп аламын. Тәтті бұрышымызды тазартып, ұзыншалап, жіңішкелеп тураймын. Газде пісіп жатқан етімізге сәбізді салып араластырып, қақпағын жауып шамамен 3-4 минутқа қоямыз. Келесі тәтті бұрышты салып араластырып, оны да шамамен 10 минуттай баяу отта қақпағын жауып қоямыз. Тазартылған қиярды теңдей екіге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп кесемін. Шамамен 10 минуттайын уақыт өтті. Біздің тәтті бұрыш, ет, сәбізіміз барлығы жұмсақ, піскен. Оны бөлек ыдысқа салып аламын. Келесі енді фунчозаға арналған лапшамызды бөлек ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып, 10 минутқа бетін жауып қоямын. 10 минут уақыт өткеннен кейін біздің лапшамыз жұмсақ болып піседі. Енді оны салқын суға жуып аламын. Енді лапша өте ұзын болғандықтан мен осылай пышақпен кесіп алдым. Дайын болған лапшаны еттің үстіне салып, манаға туралған қиярымызды саламыз. Үстіне чеснок салып араластырамын. Соя соусын құйып, тағы да жақсылап араластырамын. Осымен фунчоза салаты дайын. Енді тарелкаға салып, жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі жеңіл салат. Дәл осы рецептпен дайындасаңыздар, ресторандағыдай дәмді болып шығады.